Зей агрофирмасының шипке бүлікшесінде шекер шөгіндірі алу ұйышқан түсті дәуам ете. Ропа комбайнлары артынан көзі ермей күндерінің шағыштырма шақыры тұруы ішіні тоқтамышы алып барырға мүмкіндік бере. 300 гектарлы мейданны билеуші басуның яртысын алғаннар инде. Оңыш табик яқшы гектарынан 400 центнер тәшкил ете. Бүгін күнде 300 гектарлы басу, үш ұйышқан біргіне сменада ертеңгі 6-дан кешкі 6-ға қатлы комбайнерларны вақты біле үртөбіз. Бүгін күнде 150 гектары алынды. 2 тапқыр қойнараш біле өспешін, заправка, бүтін нәрсе өспешін. Қуатлы техниканы тәжірибелі механизаторлар иерли, олар хауа шартларының оңай тұруынан файдаланып, вақытының минутын да бошқа уздырмасқа тырышып ішлейлер. Ішлер бек оңышлы бара бияу. Пока яңғырлар yok. Оңыш әйбәт. Вақытында ашаталар енді ремонтный бригада шундай әйбәт, молодцы. Быйыл шекер шөгіндірінің оңышы молдан татлы тамыр үлгіріп жеткен. Санаулы минутлар ішінде басу ортасында шөгіндір тауы барлыққа келе. Қозылған шөгіндірінің ұзақлап басуда ятуына юл қойылмай. Түйегіш янына КАМАЗ машиналары бір-бір артылы келе тұралар. Ауыл хужалығы һәм азык-түлек идарәсеннән алынган мәгълүматларга караганда 6 сентябрьгә барлыгы 1229 гектар шөгендер казылды. Бу барлык мәйданның 14%-ында эш башкарылган дигән сүз. Уңыш гектарыннан 325 центнер. Быел шекер шөгендере барлыгы 8905 гектар мәйданда чәчелде. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.